Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін бізде қонақта әріптесім Мәншүк Стас. Қош келдіңіз, Мәншүк Стас. Уақыт бөліп, арнайы ұсынысымды қабыл алып, келгеніңізге алғыс білдіремін. Сөз кезегі өзіңізде, өзіңіз жайлы тыңдармандарға таныстырып өтсеңіз. Менің аты жөнім Айтимова Мәншүк Бақытқызы. Мен қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімін. Сонымен қатар қосымша әдіскер қызметін атқарамын мектепте. Негізінде көп Мәншүк Стас туралы айтады. Көп айтпай отыр. Бір күн ашамыз, жақсы ма? Есіңізде болса, мен осы бүгін біз Мағжан Жұмабаев атамыздың педагогика туралы кітабы бойынша сұхбат аламын. Осы туралы сөйлесеміз деуге болады. Мен осы кітапты оқыдым. Сол кезде тәрбие 4 түрлі болады дейді. Дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі және мінез құлық тәрбиесі деді. Енді қалған үшеуі белгілі, маған осының ішіндегі сұлулық тәрбиесі деген таңсық көрінді. Қалай ол сұлулық тәрбиесі? Тәрбиенің ол түрі ма деген сияқты болды. Және де осы сұлулық тәрбиесін естіген кезде маған ең бірінші осы сұлулық тәрбиесі дегенде сұлу киіну және өзін қалайсың болады, күтініп жүру дейді ғой, сұлу болып жүру деген ой келді ең бірінші. Содан кейін есіңізде болса, мен сізге жүгіріп келдім, Мәншүк Стас. Осындай кітап оқыдым. Соның ішіндегі осы сұлулық тәрбиесі дегеніміз не, білесіз бе, айтып бере аласыз ба деп өзіңізге жүгінген едім. Осы жерден, яғни сұлулық тәрбиесі дегеніміз не? Жалпы осы Мағжан Жұмабаевтың педагогика деген өзінің еңбегінде сұлулық тәрбиесін былай деген екен. Сұлулық тәрбиесі бұл мысалы оқушылар сұлу нәрсені, сұлу құбылысты, сұлу іс-әрекетті, сұлу суретті мысалға соның бәрін көре білу керек деген. Егер оқушы осы сұлулықты көре білсе, сезіне білсе, тани білсе, онда оқушыға басқа да тәрбие түрлерін сіңіруге оңай болады делінген. Енді оны жалпы педагогикалық процесте қалай жүзеге асыруға болатынына келетін болсақ, мысалға сұлулықты біздер, сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, тек әдемі киіну, мысалға сұлу болып көріну деп, бұл жерде енді әдемілік деген ол біздің әрбір адамның берген бағасы. Мысалға сіз бір нәрсені немесе адамды болсын, суретті болсын, мысалы сұлу деп тануыңыз мүмкін. Ал бірақ басқа адамдарға, соның ішінде оқушыларға ол басқаша көріну мүмкін. Сонда сұлулық, егер мына кітаптың мен сұлу екенін көріп тұрмын, вау, қандай әдемі кітап, дизайны күшті деймін, егер сіз бұл сұлулықты көре алмасаңыз, яғни сізде сұлулық тәрбиесі жоқ деген сөз емес, Жоқ, әрине. Сұлулық жоқ деп айта алмаймыз. Себебі сіз мына кітапты сұлу деп көріп отырсыз. Ол оның қасындағы жатқан қаламды сұлу деп көру мүмкін оқушы. Бұл жерде объектілер және субъектілер әртүрлі болуы мүмкін. Зат немесе адамдар. Бұл жерде сұлулықты әркімнің ең басты тани білуі ғой. Мағжан Жұмабаев сол туралы айтылған. Мысалға әрбір адам мысалға кез келген жерден мысалы сұлулықты көре білу керек. Мысалға мына жерде мысал келтіріп, мен балуан шолақты егер білуімше, егер қателеспесем, балуан шолақ Ғалияға ғашық болған. Сол балуан шолақты айтқан кезде бізге бірден Ғалияның әні есімізге түседі, Ғалияға арнап жазған әні. Сонда енді кейбір әдебиеттерде олай жазылмаған, бірақ мен жалпы қай ресурс көзінен оқығанды не естігенім есімде жоқ дәл, бірақ балуан шолақ Ғалияға ғашық болған деседі. Сөйтіп өзі балуан болады, өзі батыр, өзі сері жігіт, мысалға елге, мысалы жұртқа сөзі өткір. Ол тіпті мына Ресей патшалығында өзінің сөзінің өткірлігі соншалықты қайсар мінезімен танылып, көптеген адамдарды мысалы бостандыққа шығарған, түрмеге қамап тастаған, мысалы сол кездерде ұлт азаттық, мысалы жер дауына
көп қатысқан. Сөйтіп балуан шолақ серіміз жаңағы Ғалияға ғашық болып ғашықтық дертіне ұшыраған деседі. Сөйтіп жаңағы енді айналасында басқа да серілер бұл осыншама батырды алып батырды аяғынан шалып түсіретіндей қандай ғашықтық деді, бұл қандай сұлу екен, қандай ару екен деп Ғалияны көруге барады. Сөйтіп айтады, негізі көруге барады деседі. Сөйтіп барып Ғалияны барып көреді. Қара торы келген, қарапайым, жаңағы енді ол атастырылып кеткен ғой, қымыз сатып жүрген қарапайым кәдімгідей қыз дейді, ондай айтарлықтай сұлық көрмеген. Балуан шолақ ағамызға ғашық болатындай. Балуан шолаққа келіп, ойбай, жаңағы батырым, сен ғашық болатын Ғалияң осы ма дегенде, сендер оған менің көзіммен қарауларың керек еді дейді. Сонда менің көзіммен қарағанда сендер онда Ғалияның сұлулығын көретін едіңдер дейді. Мысалға, осы мысал ретінде, мысалдың негізінде мен өзім айтқым келеді. Әрбір адам мысалға көшеде кетіп бара жатып, біреу раушан гүлді сұлу десе, біреу оның қасында өсіп тұрған ошаған гүлді сұлу деп көруі мүмкін. Сондықтан бұл жерде енді бірақ соны біз құптау арқылы, соны қолдау арқылы, оның да сұлу екендігін, сол баланың сұлулықты көре білгендігін жаңағыдай біздер қолдап кетуіміз керек. Сол мысалға тәрбиенің ең басты көзі болып есептеледі. Сонда біз оқушылар, мысалы, жаңағы біреу ошағанды сұлу десе, біреу розаны, раушангүлді сұлу десе, біз екеуінің де пікірін қолдауымыз керек. Яғни сіз де сұлулықты көріп тұрсыз дегенде. Себебі бала сіз көрмеген ошағанның сұлулығын көріп тұр ғой. Егер сіз ол сұлу емес десеңіз, онда оның сұлулықты көру процесіне мысалға біз балта шапқан боламыз. Сол менің ойымша осы Мағжан Жұмабаевтың сұлулық тәрбиесі дегендегі концепциясындағы айтқысы келгені осы секілді. Сұлулықты көре білу дейсіз, иә? Сондай-ақ осы сұлулық тәрбиесіне сұлу сөз дейме, сиқыр сөз дейме, соларды жатқыза аламыз ба? Сосын мына орыстың мынандай мақалы ма, бір сөзі бар ғой, по одежде встречает, по знанию, неме дейді? По уму не дейді, шығарып салады деген бір нәрсесі, провожает деген. Сол қисынға келе ме, әлде? Оны да бұл жерде айтуға болады. Себебі, мысалға бір көргеннен, мысалға сізге жаңағы ошағанды, енді ошағанды айтайын, бір мысал келтірдің ғой, түсініктірек болсын. Мысалға бір көргенде сізге ол сұлу болып көрінбеуі мүмкін, немесе басқа адамға. Бірақ шамалдан кейін мүмкін оның қасиетін танып, оның емдік бір қасиетін, ем шөптері болады ғой, сондай бір қасиетін танығаннан кейін сіз ол ошағанға деген көзқарасыңыз өзгеруі мүмкін ғой. Сол сияқты ғой, мысалы көзге бірден жаңағы басқа әдемі раушан гүл түскенмен айналасындағыларға да мысалға танып біліп барып басқалардың да сұлулығын, жан дүниесінің сұлулығы бар. Мысалы сұлулық деген тек қана көзге көрінетін емес, оны сезінетін де. Мысалға мен қателеспесем, Мағжан Жұмабаев сол сұлулықты сезіну деп айтқан. Сезіне білу керек деген. Мысалға ол біздің сезімдеріміз болуы мүмкін, қарым-қатынас болуы мүмкін. Немесе мысалға біздің мысалға білмеймін енді басқа пәндерде қалай екен, қазақ тілінде мысалға бізде мынандай оқу мақсаты бар тіпті. Әдемі сөйлеу этикеті формаларын қолдану, және соның ішінде әуен, әуез арқылы басқа адамға сіздің сөзіңіздің жетуіне, жаңағы жүрегінің кілтіне, несіне жол табу деген ғой. Әдемі әуенмен, әуезбен сөйлесе, мысалға онда мүмкін оқушыларға басқаша жету мүмкін. Оны мен әдеттегіде көбіне оқушылардың тыңдалым және айтылым мақсаттарында көбіне қолданамын. Яғни сіз сұлулық тәрбиесін сабақ барысында қолданып жүрмін дейсіз ғой, иә? Негізінде былай сұлулық деген кезде мен ойбай, анау қандай тәрбие деп ойлап қалдым да, бірақ қарап сіздің айтуыңызша біз оны сабақта кәдімгідей қалай айтсам болады, қолданып жүрміз, беріп жүрміз бұл сұлулық тәрбиені деуге болады ғой, иә? Мысалы, мына бір кітапта жазылған екен, сүйіспеншілік құндылығы бар ғой, соны қалай оқушыларға дарытуға болады деп. Сол кезде бір мысал келтірген, жаңғырық деген, яғни сен, мысалы, мен өзім
жаңғырық деген анандай ғой, бөгеттерді орағытып өтуі деген сияқты ғой. Қалай айтсам болады, менің дауысым өзіме қайтып естіліп тұрады ғой, физикада біз жаңғырық деп айтамыз. Соны мен қоссам болады. Мысалы, мен жақсы сөз сөйлесем, немесе айналамнан тек қана жақсылықты көрсем, ол маған сол жақсылық болып қайтып келеді, яғни жаңғырық болып келеді деген сияқты айтсам бола ма? Яғни осыны көре алуымда менің осы сұлулық тәрбиемнің бар екенін білдіреді десем бола ма? Түсіндіре алдым ба? Иә, әрине. Бұл сіздің жаңа физикалық шама ретінде қарастырып отырсыз ғой, иә, жаңғырықты. Жаңғырық ол термин бізде. Термин, иә, физикалық термин, ұғым ретінде, иә. Әрине, мен келсем, жаңғырық деген шынымен де біз өзіміз мысалға тек оқушы білу керек, көру керек дегеннен бұрын өзіміз де соны дәріптеуіміз керек. Біздің мысалға өзіміздің жүріс тұрысымыздан, айтқан сөзімізден, бала деген ол еліктегіш қой. Жалпы мысалға адамның мысалға өзінің беделі болады. Мысалға әдеттегіде мұғалім баланың алдында беделі жоғары болып тұрады. Біріншіден, ол деген ешқандай шартсыз. Себебі мысалға кез келген адам, оның алдына келген мұғалім одан ересектеу, және де өмір тәжірибесі бар деген сияқты, тоқығаны бар сияқты. Ал егер ол мұғалімнен жаңағыдай сіз айтқандай әдемі сөздер шығып, әдемі нәрселерді көру арқылы, сіз соларды көрсету, дәріптеу арқылы, сол нәрселерге қызығу арқылы, сұлулықты ашу арқылы мысалға оқушыларға тәрбие бере аласыз, әрине. Бұл жерде жаңа физикалық ұғым, жаңғырық деген, сосын оқушылар келесте сізге өздерінің жаңағы ішкі әсерлерін көрсеткісі келіп тұрады. Да, солай бола. Келесте, мысалы, сіз осы бүгінгі күні сіз бір нәрсенің әдемі екенін айтып кетсеңіз, ол келесіде сізге де, мысалы, бір баланың мысалға сұлу мінезін айтуыңыз мүмкін, сұлу сөзін айтуыңыз мүмкін, дауысын айтуыңыз мүмкін, немесе тағы да басқа бір жасаған іс-әрекетін, немесе бір мысалы, біз сурет саламыз дегенде, физика сабағында алдында сондай болды. Яғни тізбекті ядролық реакция дегенде сурет салдық, және оны әртүрлі түспен бояңыздар дедім. Сол кезде кейбіреуі, қалай айтсам болады, кейбіреуі бір түспен ғана бояды, кейбіреуі басқаларынан іздеп, сізде мынандай ручка бар ма, мынандай түсті бар ма деп сала бастады. И барлық осы салып болғаннан кейін менікін қарашы қандай әдемі деп. Сосын біреуі қарап қойды, қойшы сенікі онша емес. Сосын екіншісі айтып қойды, жоқ, әдемі ғой деп. Прям өздері сол суреттің қандай сұлу салынғанын айтып отырды. Яғни бұл да уже сұлулық тәрбиесі болып тұр ғой, иә? Әрине, әрине, келсем. Жақсы. Яғни қорытындылай келе, сұлулық тәрбиесі ол бізде сұлулықты көре алу, сезіне алу, тану деуге болады. Және де біз ол тәрбиені сабақ барысында әрдайым беріп жүрміз десек болады ғой, иә? Басқаларға көрсете білу. Басқаларға біз көрсете білу арқылы, үлгі болу арқылы оқушыларға осы сұлулық тәрбиесін бере аламыз деуге болады ғой, иә? Сонымен қатар бағалау. Мысалы, сұлулықты бағаламайтындар болады ғой. Сұлулықты бағалау? Сұлулықты бағалау. Ол кез келген. Ол қандай деңгейдегі, мен өзімше мына деңгей деп айтып отырмын, бірақ сұлулықты белгілі бір деңгейлерге бөле алмайсың. Ол адамның сана сезімінде, оны дүние танымына байланысты болады. Жақсы, рахмет. Осымен біз сұхбатымызды аяқтасақ. Рахмет үлкен, яғни сұлулық тәрбиесін ашып, мысалмен түсіндіріп, және оқушыларға қалай біз осыны бере алатынымызды толығымен түсіндіре алдық деп ойлаймын. Түсіндіре алдыңыз деп ойлаймын. Прям өте керемет болды. Өзім де жақсылап тұрып түсініп алдым. Сіздерге де түсінікті болды деген ниеттемін. Пайдалы болсын. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Сау болып тұрыңыздар.